Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өзбек халқының ұлттық тағамы палаудың қазақша вариантын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қазанымызды жақсылап қыздырып, үстіне 2 ожау май құйып жақсылап қыздырып, етімізді осылай жақсылап қызартып қуырып болған соң оны бөлек алып, пиязымызды осылай жақсылап қызартып күйген іспеттес етіп қуыратын боламыз. Себебі етін алсақ жақсылап қуырылатын болады пиязы. Үстіне қуырылып болған соң етін, тұзын, сәбізін бәрін салып жақсылап араластырып, суын құйып, біраз уақытқа қойып қоямыз, бетін жауып. Қайнап шыққансын күрішімізді осылай суға салып қоямыз алдын ала. Сосын жуып күрішімізді салып демдейтін боламыз. Мен 1 литр демдедім, сондықтан 2 ожау май құйдым. Суды да 1,5 литр құйдым. Осылай есептеп, ары қарай қанша литр демдейтініңізге қарай істей бересіздер. Бетіндегі су тартылғаннан соң бетін осылай жауып 30 минутқа демдеп қоямыз. Астын сол 30 минуттан кейін өшіріп үлгерсеңіз, асты жабыспай, дәмді шығады. Приправасыз өз тісі шығады.